Армысыздар, құрметті тыңдарман. Арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл әңгіме ересектерге арналған. Екі достың әкелгені үлкен бөтелкедегі арақ еді. Оны өзі құйып беріп отырған Дидар шынында көп ішпеген екен. Ал Жансерік болса, ләпілдеп жалғыз өзі ішіп жақсы қызды. Арақ жетпеді ғой деп қылқылдай бастады. Өзі ақша беріп, Дидарды магазинге жұмсап жіберді. Ол жалғыз өзі кетіп, машинамен тез барып арағын алып келді. Жансерік екеу қайтадан тағы ішті. Дидар болса, қулыққа басып, Жансерік бұл бутылканы да бір өзі ішіп тауысты. Сөйтіп әдеттегідей қатты мас болып қалды. Нұргүл мен Дидар Жансерікті тағы апарып өз бөлмесіне жатқызды. Сықырлауық төсекке жатқызып, үстіне жұқа көрпе жауып қойды. Екі ашына ас бөлмеге келіп, біраз отырып әңгімелесті. Бұл кезде Жансерік қоңырылдап ұйқыға кетті. Дидар жалаңдап Нұргүлге қолын жүгіртіп бастады. Нұргүл де бұны сағынған ба әлде, қарсыласса да еш нәтиже шықпасын білген соң, екеуі бөлме жарығын өшіріп, ескі болса да сықырламайтын орта бөлмедегі диванға келді. Бұл жолы жігіт келіншекті көтеріп алып, диванға көтеріп әкелді. Екеуі бұл жолы емен еркін қорылға басқан Жансерікті елемеген күйі, бір-бірін асықпай шешіндіріп алып, асықпай алаңсыз кірісті. Екі кішкентай ұлдары жуынып алғаннан кейін, екеуі ерте тұратын болғаннан соң, ерте ұйқыға жатып қалған еді. Ол екеуі де алаңсыз пысылдап ұйықтап жатыр. Екі көңілдес неше түрлі бар білгендерін бөлісіп, ескі диванға жатып та, сүйеніп те, асылып та білгендерін жасады. Бар тірлігі біткен соң, Дидар дереу орнынан тұрып киініп алып, өз үйіне қарай асықты. Ал Нұргүл енді бұған өз еті үйреніп кеткен сияқты болды. Төк болмағандай орнынан тұрып, шашылған асханасын ретке келтіріп жүр. Бірақ бұл үйдің көршісі бұл жағдайды жаздың күні болған соң байқаған болатын. Оны көрші үйдің үлкен шалы байқайды. Шал оны өз кемпіріне айтады. Көпті көрген кемпірде қайдан ұйқы болсын? Мұны естіген соң елеңдеп, дәл бүгін ақ машина келгенін көріп тағы аңдиды. Аядай ауылда Дидардың машинасын бәрі біледі. Оның соңғы кезде ішкіш Жансерікті айналсоқтап жүргенін, 2-3 рет түннің бір уағына дейін тұратын машинасын бірен-саран адам көрген. Көрші үйдің көпті көрген қырт шалы іші қылп ете қалған еді. Әрі үнемі үйде енесі жоқ кезде келеді де тұрады. Кемпірі басында сенбесе де, бүгін көз жеткізбек болып, өзі осы үй жаққа қарайлап жүреді. Шынында 12-ден асқанша светі жанған үйдің бір уақытта жарығы тас болып сөніп қалды. Ал көшеде машина тұрып-тұрып түн ортасы ауа, бірден аса үйден шұғыл шыққан Дидар машинасын тез оталдырып кетіп қалды. Сосын барып, үйдің жарығы біраз жанып тұрды. Мұны көзімен көрген кемпір ертесі таң ертең тұрған соң бір сылтау тауып Нұргүлдің үйіне келеді. Нұргүл жұмысқа кетіп қалған. Екі кішкене ойнап жүрген баласының апаң қайда десе, ол жоқ екенін естиді. Келген күйі үйіне қарай тайып тұрады. Үйіне келіп шалына айтып, шынымен екеуі күдіктенеді. Кешке Нұргүлдің енесі де келеді. Нұргүлден сәл ерте таксимен келген енесіне көрші кемпір келіп, сөз арасында өз күдігін айтады. Мұны естіген кемпірдің ашуы келіп, іші алай-дүлей болып кетеді. Көрші кемпірге сыр білдіргісі келмей, оны шығарып салады. Баласы поляға да шықпай, сасып, түске дейін жатқан екен. Ұйқыдан тұрып мең-зең күйі, ішетін арақ таппай, бырысып-тырысып отыр екен. Шешесі оған бір нәрсе айтуға да шаршаған. Нұргүл артынша жұмыстан келе сала, үй тірлігіне кірісті. Енесін көріп бір шетінен ішін тартып қалды. Күн батып қараңғы түсе Дидардың машинасы гүр етіп қақпа алдына тоқтады. Сөйтсе Жансерік жұмыста жүрген досына маза бермей звондай берген екен. Ол келе сала Жансеріктің шешесін көріп кідіріп қалды. Онысын білдіргісі келмеді. Бірақ Жансеріктің шешесі оның әрбір іс-қимылына жіті қарап тұрды. Нұргүлдің де бір түрлі қарағаннан күдігі тегін еместігін
байқап қалды. Дидар шешесі отырған соң сасқанынан Жансерік екеуі шарбақ аяғында жоңышқа жақта ішіп отырды. Нұргүл жұмыстан келгеннен Дидар үздігіп жоңышқа жақтан басын созып келіншекке қарап қойып отырды. Кеш бата арақтары таусылып қалған екеу үй жаққа келіп машинаға отырып бір жаққа кетіп қалды. Нұргүл енесі екеуі екі ұлымен тып-тыныш қана отырып кешкі тамағын ішті. Ойында еш нәрсе жоқ. Бір уақытта жатар кезде гүрілдеп машина келді. Жансерік мас күйі машинадан түсті. Тәлтіректей басып үйіне кірді. Дидар да жақсы қызу артынан келіп тұрды. Екеуі үйге кіріп тамақ сұрады. Асханада жүрген Нұргүл екеуіне екі ыдысқа тамақ құйып берді. Енесі тұрып орта бөлмеде диван үстінде Дидар көргенсіп өзі тыңдап көрші бөлмеде отырды. Екі мас келе сала ашыққан екен. Тамаққа бас қойып ішіп тойып алды. Тамақтарын тауысып алып, енді Дидар кетпекші болады. Нұргүлдің енесі соның алдында ғана елеусіз қолына құманын алып далаға шығып кеткен болатын. Күйбеңдеп далада ішке кіре қоймай, әдейі сырттағы светті жақпай жүріп алды. Сол кезде Дидар тірлік істеп жүріп сыртқа беттеген Нұргүлге ілесіп шықты да, есік алдында тұрғанда қараңғыда келіншектің белінен құшақтай алды да, кешегіміз керемет болды, енді қашан жолығамыз деп ырбаңдап сұрап өліп барады. Нұргүл енесінің үйде екенінен қысылып еш нәрсе демей, тек Дидардың құшағынан босанып шығуға әрекет жасап жатты. Себебі мыстан енесінің далада шыққанын өзі ғана білетін, ал Дидар кемпірдің қай уақытта шығып кеткенін байқамай қалған еді. Сөйтіп еркін тұрған еді. Сол кезде құшақтасып тұрған екі ашынаға кемпір қараңғыда дәл қастарына келіп, «Әй, екі қара бет!» деп айқайлап, қолындағы пластмасса құманды екеуіне лақтырып жіберді. Сол кезде барып Дидар құшағынан келіншекті босатып қоя берді. Нұргүл күйеуім естімесін деген сияқты далаға әжеткенаға қарай қашып кетті. Ал Дидар кемпірдің самбырлағып сөйлеген «Екеуің не істеп жүрсіңдер?» дегенін естігенде барып машинасына қарай тайып тұрды. Кемпір зорға шыдап жүр еді. Енді көпіршіген аузы әләзір тоқтамайтыны анық. Осы үйге енді аяғыңды аттап бассаң, менен көресін деп Дидардың артынан айқайлап қала берді. Самбырлап үйге кірсе, қызара бөрткен мас баласы үстел үстінде өзіне өзі арақ құйып алып оны ішіп отыр екен. Баласы «Не болды, мама?» деп еді, кемпірдің аузына құм құйылды. Себебі баласы қазір қатынын өлтіріп қоюы мүмкін. Ертең таңертең сау кезінде айтайын деп үндемей аузына құм құйылды. Өзін осылай кемпір басты. Баласы қас қылғандай Дидар қайда деп сұрап қояды. Ол кетіп қалды дей салды кемпір. Далада әжетхана жақта сипақтап жүрген Нұргүл күйеуінің өзін шақырған даусына елеңдеп қорқа басып үйге кірді. Енесі қасында көрінбейді. Іште теледидар көріп отырған сияқты. Күйеуінің арағы бітіпті, жатып ұйықтайық деп шақырған екен. Нұргүл енесінің еш нәрсе айтпағанын білді. Әйтпесе мінезі жаман байы өзін оңдырмас еді. Асхананы тез-тез реттеп, балаларын жатқызып, енесіне төсек салып берген соң, жарықтың бәрін сөндіріп бөлмесіне кірді. Күйеу баяғы әдетінше тұрдай шешініп алып, төсегінде талтайып Нұргүлді күтіп жатыр екен. Ол келе сала шешініп үндемей, масбайының айтқанын істеп, байы шаршағанша, ұйқыға кеткенше сонымен алысып жатты. Мұның бәрін әшейінде естіп жататын енесі не істерін білмеді. Көрші кемпірден естігеніне намыстанып та жатыр еді. Не де болса Жансеріктің сау кезінде айтайын деп ойлады. Бір шетінен бұл қатын кетсе, мынау маскүнем баласы қаңғып ішіп, өз басына сор болатынын да ойлап қояды. Ол қатын бір кетіп, бостандықтың дәмін бір сезсе, бұларға жоламай қоятынын да алдын ала болжап білді. Айналдырған екі ағылы бар, шеттей шұбаған бала-шағасы жоқ. Әрі тұрақты жұмысы бар, кетіп қалса да өлмейтінін біледі. Себебі келінін қанша жерге тықса да, ол өте көнбіс, шыдамды екеніне көзі әбден жеткен еді. Кәрі енесінің миы ашып, баласы мен келіннің сықырлауық төсекті қақырата дүңкілдетіп, келіннің ыңқылдата пергілеп жатқан
Бұл жолы мән бермей өз ойын жинақтай алмай, басы әбден қатты. Ертесіне күндегіден кеш тұрған Нұргүлдің енесі ас бөлмеге келсе, келіні жұмысқа әлдеқашан кетіп қалған екен. Баласы әлі ұйықтап жатыр екен. Шай қойып іше берген сол екен. Жансерік те бөлмесінен шықты. Екі немересі де тұрып кетіпті. Бәрі отырып таңғы ішіп отырғанда баласынан неге бұрын бұл үйге көп жоламайтын Дидар қудың келгіштей бергенін сұрады. Үнемі мен жоқта келеді. Мен келсем жоламай кетеді. Өзі бір қу жігіт емес па деп бір қойды. Мұны естіген Жансерік шешесінің не айтқысы келгенін түсінгендей болды. Дидардың қатынқұмар екенін өзі де жақсы біледі ғой. Ол неге бұрын ойына осы келмегенін енді есіне алды. Шынымен ойлап қараса, үйде шешесі жоқта келеді екен. Жұмыс жасамай үйінде тек маусымдық жұмысқа ғана шығатын Жансеріктің ойынан әйелі мен Дидар шықпай қойды. Кешке дейін әр нәрсені бір ойлап, жаман ойға берілді. Шынымен ол келсе ұйықтап қалатынын есіне түсірді. Шешесі де бір нәрсе сезіп айтып отыр ғой. Одан әрі сұрауға батылы жетпеді. Әрі өзінше намыстанып та қояды. Кешке Нұргүл келгенше ішпей үй жағын реттеп, қорадағы аз-маз қойларын, балаларын қасына ертіп жүріп тазалап қойды. Бұл кезде жұмыста кешке дейін жүрген Нұргүлдің де ішкені ірің, жегені желім болды. Не істеп не қойғанын білмей, меңіреу адам құсап, үндемей еден жуып, ойланды да жүрді. Себебі әшейінде өсекті қосып айтып, өндіртетін енесі бұл жолы не істер екен деп басы қатты. Байының жөйт мінезі ішсе, мүлдем басы қақпай қалатыны бар. Таяқ жейтіні анық қой. Осылай түс ауып, кешке қорқа басқан Нұргүл үйіне де келді. Күйеуі сау сияқты. Қора жақта балаларымен жүр екен. Үй жақты біраз реттеп қойғаны көрініп тұр. Енесі үй ішінде сияқты көрінбеді. Келе сала кешкі тамақ қамына кірісіп кетті. Тамақ піскенше сау әкелерінің қасынан былдырлап екі ұлы шықпай жүрді. Нұргүл бәрін өзі шақырып дастархан жайды. Енесі үйде қалаулым көріп, одан кейін қалса сериалдарын түгендеп отыр екен. Үнсіз бәрі тамақ ішті. Кешкі тамақтан кейін екі ұлы далаға шығып кеткенде барып, Жансерік, Нұргүл, енесі үшеуі әңгіме бастады. Дидар неге келгіштеп кеткенін Жансерік әйелінен сұрады. Нұргүл көзі бақырайып, еш нәрсе дей алмады. Сөйлейін десе енесі кеше құшақтасып тұрғанын көріп қойған. Енесі жарлардай болып тырсиып отыр. Айтса мына маскүнем өз ұлы өзіне сор болады. Сол үшін жағашы алмады. Тек келіні аяғын тартып жүру үшін неге өзі жоқта келетінін айтты. Соның өзіне Жансерік Нұргүлді тергеп тексеріп итін шығарды. Бірақ та бұл күні мүлдем ішпеді. Ішпегені құрысын. Әр Дидар келген күндегі не болған есіне түсіріп әлек болып жатты. Дидар сол кеткеннен бұларға жоламай да кетті. Әсіресе кемпірдің көзіне түскісі келмеді. Енесі жыбырлап тыныш отыра ма, телефонмен өз қыздарына да айтты. Кіші қызы бұзық еді. Өзім келемін, қырамын, жоямын деп біраз тоңқылдады. Бірақ шешесі қызын басып, бәріміз жабылсақ бұл қатын кетіп қалады. Сонда мына маскүнем балам кімге керек? Менен басқа деп басу айтып, қыздарын басады. Ертесі Поляға жұмысқа шыққан Жансерік араққа сылқия тойып келіп, Нұргүлді жұмыстан келе сала ұрып теуіп соққыға жығады. Кешке жұмыстан келген Нұргүлді быт-шытын шығарады. Сөйтіп бұлар тамақсыз қалады. Таяқ жеген келіншек орнынан әзер тұрып, төсегіне барып жатады. Әйелін ұрып тастаған арақкеш байын шешесі ажыратып алды. Тепкеннен бүйірін ала алмай қалған келініне жаны ашып, оны төсегіне өзі сүйрелеп жүріп апарып жатқызды. Сосын күйбеңдеп кешкі тамаққа кемпірдің өзі кірісті. Сәл ойланып баласына ұрсып тастады. Нұргүл бұл өмірден тек екі ұлы үшін ғана өмір сүретінін білді. Өзіне жаны ашыған енесіне де іші жылып қалды. Қайта ертесіне жұмысқа демалыс еді. 2 күн үйінде әбден ойланып, Нұргүл екінші күні сары шашын жиып, басына орамалды қайта тағып, монша жағып әбден жуынып, ғұсыл дәрет алып, екінші күні таңертең ерте тұрып намазға жығылды.
өзінің шашын жиып намаз оқығанын көрген күйеуі арақ қояр, әрі өзім де әбден күнәға баттым, сонымды жуып шаяйын деп ойлады-ау. Бұл ойы негізі біраздан бері ойында жүрген ісі еді. Осы ойына алғанын енді ғана жасауға тура келіп тұр екен. Таңертең келінінің бұл ісіне куә болған енесі ішінен қуанып та қалды. Қанша жоқ жерден шықса да келінінің жаман адам еместігін біледі. Бұл ойын құптап ішінен мәз болды. Өмірінде бірінші рет шығар естіген өсегін ары қарай өндіртіп айтпады. Кеш болса да тәубасына келіп еді. Себебі қартайған шақта адамға тек тыныштық керек екен. Көптеген нәрселерге көз жұма қарап кешіре білуді үйрететін үлкен мектеп екен кәрілік деген. Адамнан шама кеткен сайын осының бәрін қабылдайтыны да рас. Ал Нұргүл істеген сол бір ісіне өкініп, намазын қаза қылмай оқуға тырысып, жұмысынан да қалмай әп-әдемі болып жүр. Екі ұлы қазір мектепте, ал санасыз байы Жансерік әлі күнге ішіп, арасында әйелін ұрады, және баяғы түнгі қылқында еш қояр емес. Нұргүлдің енесі өз баласынан күдер үзіп, иманға келген келінінің қазіргі қадірін біліп, осындай шыдамды келін берген Құдайға алғысы шексіз еді.